Алакөз батыр. Ертеде Абылай хан заманында бір байдың Алакөз деген ұлы болыпты. Алакөз 13 жасар батыр екен. Bir күні Абылай хан жауға аттануға көп қол жиыпты. Батырдың әкесінен Алакөзді маған бер, жорыққа туыстап барсын дейді. Алакөздің әкесі жоқ қанеке балам жас. Баламды биылша тастап кет, алып сала ат берейін депті. Абылай хан жарайды олай болса деп көп нөкерімен жорыққа шығыпты. 3 күн өткен соң Алакөз үйінде отырып ойлайды. Мен бұл әскерден қалғаным не қылғаным деп, батырлығына шыдай алмай, өзінің бір қанатты қарагер дейтін атына мініп алып 3 күн озып кеткен әскерлерді 1 сағатта қуып жетіпті. Сонан соң Алакөз бұлармен бірігіп кетеді. 4 күннен соң артынан әкесі қуып келеді. Баласы қашып ұстатпайды. Әкесі айтады: "Әй балам, кел енді бата берейін" дейді. Алакөз жақындап келіп тұрды. Әкесі қолының сыртын жайып айтты: "Қырғыз барып 7 жыл жатып, 8-ші жыл қолыма кел" дейді. Алакөз мұның батасын тыңдамай жүре береді. Әкесі қайтып кетеді. Бұлар жорыққа жүріп, қырғыз батырларымен кездесіп қалады. Қырғыздың Алатауының бер жағында Алакөз, батырлар жағынан қырғыздың батыры шықты. Алакөз келіп қырғыздың батырын найзаменен шанышқан екен. Найзасы өтпей еш қару қыла алмайды. Әкесінің қарғысы күшін алған екен. Қырғыздың батыры Алакөзді найзаменен шанышып алып, артына бөктеріп еліне жүре береді. Абылай хан соғыспай еліне қайтып кетті. Сонан соң қырғыздың батыры әкесіне келіп айтады: "Мынау әкелген олжам" дейді. Әкесі айтады: "Өлтіре көр, көзі қалай жаман еді" дейді. Шешесі айтады: "Өлтірме, құл болып жүрсін" дейді. Алакөзге 3 күнде ас бермейді. 4-ші күні аз ғана ас берді. Сөйтіп 7 жыл қырғызда байлаулы жатты. 8-ші жыл болғанда қырғыздың бір бегі өлген екен. Жұрт соған ас беруге қыздан рұқсат сұрайды. Алакөзді түсіріп алып келген қырғыздың батыр қызы аты Ботагөз екен. Ботагөз жұртының бәрін билеп тұрады екен, рұқсат береді. Ботагөз өзі бүгін басым ауырды деп асқа бармай қалады. Қыздың әкесі, 2 ағасы бәрі асқа кетеді. Ботагөз үйде қалады. Bir уақытта Ботагөз байлаулы жатқан Алакөзге айтады: "Алакөз, тұршы, күресейік" дейді. Сөйтсе де қыз болмай күреседі. Ботагөз Алакөзді көтеріп жығайын деген екен, жыға алмады. Сонан соң Алакөзге айтты: "Сен қарақұл" деп намысына тиеді. Сонда Алакөз қызды көтеріп алып жерге бір қойды. Қыз айтты: "Сен менен күшті екенсің, мен сенімен қашам" дейді. Алакөз жарайды дейді. Қыз Алакөзді қымызға тойғызады. Bir уақытта Ботагөздің әкелері, ағалары келеді. Ботагөздің сыбағасы деп бір тай үйтіп, көп қойлар үйтіп әкелген екен. Ботагөз жартысын байлаулы жатқан Алакөзге берді. Ағалары мұны көріп, қарындасын жек көреді. Күн кеш болады. Қыздың 2 ағасының 2 жүйрік арғымағы бар екен, соны суытып қойған екен. Түнде Алакөз ұйықтап оянса, байлаулы жатқан аяқ қолы бос жатыр екен. Bir уақытта Ботагөз Алакөзге келіп: "Жүр, қашайық" дейді. Алакөз тұрып өзінің бұрынғы киімін киіп алады. Екеуі ақылдасады: "Неге мініп қашамыз" деп. Алакөздің үйінен келген жүйрік аты Алакөз жаманды ойлағанда ұстатпайтын еді. 2 ағасының суытып қойған 2 арғымағына екеуі мініп алып, Ботагөз әкесінің 1000 кісі сиятығын шатырын алып қашып кетіпті. Ботагөз Алакөзге айтады: "Әкем бізді 3 күн қуады. Біз мынау ағашқа жасырынайық" дейді. Ауылдың жанында 20 шақырым жерде бір қалың ағашқа екеуі жасырынады. Bir уақытта әкесі құс болып ұшып, ағаштың төбесінен өтіпті. Күн ұзаққа іздеп таба алмай, кешке таман үйіне қайтып кетеді. Тағы да күні түні қарап таба алмай, Ботагөз Алакөзбен екеуі қашып кетеді. Жолда келе жатып, көп күн жүріп, еліне жетуге 1 күн қалды дегенде, бір дарияға екеуі келіп, шатырды тігіп, Алакөз шатырда отырып қалады. Ботагөз суға барып шомылып жатса, 1-2 шошқа келіп, біреуі Ботагөздің басын үзіп алып кетеді. Bir уақытта Алакөз тысқа шықса, Ботагөз өліп қалыпты. Мұны көріп, садағын алып, жүгіріп келіп, әлгі шошқаның біреуін атқан екен. Жоқ, екіншісін атып, ішін қараса, сонда екен. Алакөз басты әкеліп, жылап еліне келеді. Жұртыменен амандасып, мұңын айтады: "Менің тілегімді берсеңіз" депті. Жұрты тілегін береді.
Алagöz daryaga gelip Botagözgö tam turguzypdy. Söýtip Hudaňyň kudreti men äkesiniň dugasy men kız ekewe bir-biri men kosula almay ölüp ketgen eken diýdi.